тиктокта хит болып жатқан ленивый роллы жасайтын боламыз. Ол үшін бізге крабовые палочки керек. Осылай бетін ашып, вилканың көмегімен дәл видеодағыдай бөліп шығамыз. Үлкендеу ыдысымызға салып, жұмсақ творожный сыр қосамыз. Жақсылап біркелкі қылып араластырып алғаннан кейін бетіне майонез салып, барлығы қыздар көз мөлшерімен біркелкі қылып барлық массаны осылай араластырып дайындап қоясыздар. Келесі кезекте біз роллдың шапочкасын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге ірімшікті осындай терканың майда жағымен өткізіп алу керек. Оған осындай лососевый паштет қосамыз. Кез келген супермаркеттен таба аласыздар. Және дәмі одан да күшті болу үшін мен осындай қызыл икра қостым. Бұл икра по желанию қыздар, қоспасаңыздар да болады. Алдын ала күрішімді пісіріп қойдым. Осындай рисовый уксусты қосамыз қыздар. Жақсылап араластырып, роллды жинауға кірісеміз. Ең бірінші слойға осылай күрішімізді салып, тегістеп шығамыз. Сосын бетіне бірінші начинкамызды теңдей бөліп саламыз. Бір келкі қылып тегістеп шығыңыздар қыздар. Мен кішкене бөлігіне осындай тунец қостым қыздар, күйеуімнің қалауы бойынша. Тунецпен де өте дәмді болып шығады екен қыздар. Сосын соңғы слой осылай бетіндегі шапочкасын жайып шығамыз. 180 градуста 15 минутта пісіріп аламыз. Роллы пісем дегенше осындай өзімнің фирменный раменымды дайындап қойдым. Ленивый роллы деп бекер айтпапты қыздар, бар болғаны 10-15 минут қана уақыт кетеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер қыздар. Сырттан сатып алып жүрген кәдімгі суши роллыдан кем емес. Өте дәмді болып шықты. Ас болсын сіздермен бірге Малика.